Қызым, үйге келдік қой. Бар сабақты оқы сосын, иә? Жақсы, мама. Ертең сабақ па? Иә, қызым, сабақ. Не болады енді? Сабақ емес пе ертең? Демалдыңдар көп күн. Жарар енді саған. Бупенікі сосын ойнаттасын. Я ма? Бупен ұйықтатам, шуламай, сабағыңды оқы. Жарайды, мама. Қазір мен пижамамды киіп алайын. Пижамамды. Так, мына көйлегімді алып қояйын. Так. Бупе сені алайын да күн салқын, сосын сені былай ұйықтатып қояйын. Я типа ұйықтай беш. Мен пока что очкиімді шешіп тағып қоямын. Атыға кетіп отырайын. Алло, Краш. Құрсын, мен Бақтыбектің үйіне бармайым. Ой, шақыра береді, сол Бақтыбектің үйіне бар ғой. Не қылады вообще мені шақырып? Бақтыбектің үйі де бала шағасы да жаман ғой. Отырайын енді, телефонды өткізіп өшіп қалды. Қызым, не істеп жатсың? Ой, мама, сабағымды оқиын деп жатырмын. Енді оқиын деп жатсың ба? Шыжығыспен не істей деп тұр ғой апай саған. Ойбай, мама, мен телефонымды не қылып жатырсың көде? Кешіммен қорқып қойған. Так жазам. Байтұршы ит. Отыршы, я Бупен қасында. Бупен оят жіберме. Я Бупен оят жібермесін, түсінді ме? Сурет сала берме, сосын блокноттарыңға, новый блокноттарыңға, кеш алып берген блокнот. Сурет сап-сапсың уже. Папаң ертең келеді, я ма? Я, мама. Қызым, сабағыңды оқып жатсың ба? Қазір оқытам минутқа, я? Жақсы, үштім. Ана жұмысын мен қосымшаға бересіз ба? Жоқ, қосымша дептім ғой, биге бересіз ба? Я, биге берем. Бүгін биге сөйлесуге барамыз, екеуміз, я? Жақсы, ертең концертке шығады дейді ғой. Сен концертке шықпайсың, сен биді білмейсің. Биді біліп алсаң, биді біліп алсаң, концертке барасың. Сен бірақ биді білесің ғой. Я. Мен одан жерде жұмыртқа қуырайын ба, или рашки пісіре берейін ба? Рашки пісіре берейін ба, жарайды. Бір жұмыртқаға тоймаймыз ғой. Так, мынаны. Қазір қызым, ұмытпашы, я, үйден донер алуға. Етпен. Қызым, я, жүр тамаққа. Я нашым жазайыншы. Стакан мешек. Бупен путукаларын алайық құрсын. Ойыншықтар не жатты, мынау не жаттыз? Көккен емес пе? Әлі құттай өтмесің ғой, сабаққа барасың ғой, ойыншық ойнасың. Сабаққа барасың ғой. Шай ішесің ба, қызым? Жоқ, мама, шай ішпеймін. Уф, енді сен шай ішпейсің болдың ғой. Қызым, тамаққа. Сосын жедесің табағыңды. Кетчуп салың келсе сал. Мүшіреген қазір қосып тұр ғой. Сосын магазин барып келу керек ме? Үйде рашки бітіп қалыпты. Сүтқа жіберейін. Суға жіберейін. Сосын мұнанға жіберейін. Қызым. Я, мама, келе жаттым.
Апамды тым да оқытпайды ғой. Менің тамағым қайсы? Сен тамағың ба міне? Дәмді мама. Бос. Шай қойып берейін ба? Я мама, шай қойып бер. Қазір. Күтемін. Жақсы. Баранаққа. Жақсы. Игрушкам жүреді. Тағы ойыншық ойнайын жатсың ба? Жүре, мама просто қасыма алып келейін еді. Жақсы. Уф, әрине мама да алдаттым ғой. Ұйқым келіп тұр бар ғой. Ойбай, мен бүпе колесіне отырып алыппын ғой. Енді қазір мен төлтке тұрайын. Түн сөйтем қазір. Төлтке тұрған нағыз бар ғой. Ойбай, ыдыстың барлығын шайып алдым. Ойбай. Так. Қызым, не істеп жатсың? Төлтке отырмын, мама. Құрсын, төлтке отырсың ба? Сен төлтке отырған жоқ деп ойламаппын, қызым. Қызым, сосын су жібер. Су жібермей кетесің бар ғой. Төлтке отырасыңдар да су жібермей кетесіңдер ғой. Сол, сондай болмайды ғой, білесің ба, қызым? Мақта фери қайда тұрған? Оны ішіне не саптайсыңдар? Қазір бұл жөн растамандар, түсінді ме? Әдебиеттен жатта берді ма, қызым? Я мама берді. Өлтіріп жатты қызым сені. Мына жерін жуып жіберейін. Маскамның уақыты бітті уже. Маскамның уақыты болды енді. Қызым, сосын ертең ұлға барамыз, ма? Туаныш, мен ұлға бармаймын. Қызым, барасың дедім ғой, барасың. Жарайды. Ертең апайдан бір күн сұранып аламын. Ма? Жақсы анашым, не болдым төлтен? Ойбай. Анашым, мен сапамды оқып болдым. Жаттамай қойшы тақпағанды. Уақыт жоқ жаттайтын сенде бар ғой тақпақты. Қызым, қараңғы түсіпті, ұйықтап қалыпты қызым. Ертеңгі киімдерді дайындау керек қойшы. Ертең қандай киімге тымды көргенші. Сау болайын сөйтіне. Қызымды оятайын десем. Мынау керек құдалыққа келген. Қызым тұр. Ол мама қандай киім көйлегімді кием құдалыққа келетін. Осындай не деп кетесің бе? Я. Деп кетемісің? Киім тұра тұрсын. И бұпені өз орнына жатқызатын ит тұтыра тұрсын. Қазір. Бұпені өз орнына жатқызып. Бұпен, біз ауылға барамыз, я? Жақсы. Қызым ойыншықтары арқалап алып кетпейсің. Ма? Ойбай, бұпені бар ғой. Мынаны шешетін ғой бұпені. Уф, сен шештің бұпен? Құдай жаным. Ұйықташы өзің енге. Достар, біздің видеомыз ұнаса, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпасаңыздар болады. Сіздерде қарапайым отбасы деген сіздерде бірінші сериясы болады. Достар.